Hayırlı күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы бақытты отбасы ұрпаққа үлгі. Отбасы әр адамның ең ыстық мекені, жүрек жылуы, сүйіспеншілік пен қамқорлықтың, мейірім мен ордасы. Шынында да бақытты отбасы ұрпаққа үлгі. Өйткені отбасында көрген ізгілік пен жылулық баланың жүрегінде мәңгі сақталып, оның өміріне бағыт бағдар береді. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың мақсаты оқушыларға отбасы құндылықтарының маңызын түсіндіру, отбасы мүшелерінің өзара сыйластығы мен жауапкершілігін дәріптеу, бала бойына ата-анаға құрмет, бауырмалдық, сүйіспеншілік сезімдерін қалыптастыру. Бақытты отбасы елдің ырысы, ұлттың тірегі. Отбасында татулық болса, қоғамда да бірлік болады. Отбасы адам өмірінің алтын діңгегі. Әрбір бақытты отбасы болашақ ұрпаққа үлгі, өнеге. Бүгін біз отбасының құндылықтарын талқылап, өз ойымызды ортаға саламыз. Көзге көрінбейді, бірақ әке бар үйде береке бар. Әке бар үйде ағайынның арасында татулық бар. Әке қойыңызшы деген сөзді айтпау керек. Өйткені ол өмірді көрген адам екен. Ол мен өткен жолдардан менен бұрын өткен адам екен. Қанша есеп кетсем де әкемнің ақылы керек екен. Қасында аман есен жүргені, әкеңнің қарайып отқаны сен үшін сол бақыт. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деген әкемізді бар кезінде бағалайық. Одан кейінгі әрмен қарай балалар топтық жұмыс жасаймыз. Балалар ойланып көріңдерші. Бақытты отбасы дегеніміз не? Береке тобы біз 3 топқа бөліп алдық. Береке тобы, ынтымақ тобы, сүйіспеншілік тобы деп 3 топқа бөлдік тобымызды. Бірінші береке тобынан бастасақ, бақытты отбасы дегенді сіздер қалай түсінесіздер, балалар? Бірінші балалар түсінесіздер? Айта ғой. Жарайсың, неге келесің? Айтып өшкен. Бақытты отбасы дегеніміз не? Бақытты отбасы дегеніміз ол бір-біріне татулық болмашыл, бір-біріне махаббаттан қамқорлықтан қарайтын отбасына бақытты отбасы деп ойлаймын. Жарайсың, керемет. Қазір балалар сөз. Атасы болыңыз, әкесі болыңыз, анасы болыңыз. Қазір айта қойсын, бақытты отбасы дегеніміз не? Бақытты отбасы дегеніміз бір-бірін құрметтеу, сыйлау, бір-біріне түсіністікпен қарау, мейірім, қамқор болу. Бәрекелді, жарайсың. Сен айта қойшы, бақытты отбасы дегеніміз не? Бақытты отбасыда сенің ата-анаң, әжең және атаң болады.
олармен бірігіп іс жасайсың. Мысалы, сен жалғыз өзің жұмыс істесең, ол ауырған соң ұзақ уақыттар бойы еңбек